Саламатсыздар ма студенттер? Бүгінгі біздің өтетін тақырып от алу жүйесі. Бензинді моторлардың цилиндрлерінде сығылған жұмыс қоспасы от алу свечасынан шығатын ұшқыннан тұтанады. Ұшқынды разрядтандыруға қажетті жоғарғы кернеу тоғын от алу батарея приборларынан немесе магнитодан алады. Төмен кернеулі тоқтың жоғары кернеулі тоққа айналдыруға және оны мотордың цилиндріне бөлу қызметін атқарады. Жоғарғы кернеу тоғының тізбегі от алу катушкасының екінші орамынан таратқыштан, жоғарғы кернеу өткізгішінен, от алу свечасынан және массадан тұрады. Жоғары кернеу тоғының пайда болуы өзара индукциялану принципінен негізделген. От алу бекіткіші қосылған және үзгіш контактілері тұйықталған жағдайда тоғы от алу катушкасының алғашқы орамы айналасында магнит өрісін туғыза отырып аккумулятор батареясынан немесе генератордан сол орамға түседі. Төменгі кернеу тізбектер үзгішін контакт арқылы ажыратқанда от алу катушкасының алғашқы орамындағы тоқпен оны магнит өрісі де жоғалады. Жойылатын магнит өрісі от алу катушкасының екінші орамының айналымын қиып өтеді де ондағы электр қозғаушы күшін туғызады. Екінші орамда айналымның көп болуына байланысты оның шектерінде кернеу 20-24 киловольтқа жетеді. Мотордың үзгіші таратқышына ортадан тепкіштен басқа вакуум реттегіш орналасқан. Ол от алу бұрышын өзгерту қызметін атқарады. Мотордың жүгін азайтқанда дұрыс селді қалақша жабылады және карбюратордан түтікшеге өтетін сирету әсерінен таратқышпен бірге солға қарай орын ауыстырады да жұдырықшаның айналуына қарсы бұрады. Бұл кезде ерте от алу бұрышы артады екен. Енді студенттер, бүгінгі сабақ осы. Үйге тапсырма от алу жүйесін оқып келеміз. Сау болыңыздар.